Балабақша ваучері қазіргі таңда жас отбасылардың басты мәселесі болып тұр. Әдетте нәресте туылғанда бірінші есімін қойып, жөргегін дайындаса, қазіргі уақытта туу туралы куәлігін ала салып, балабақшаға кезекке қояды. Сәл кешіксеңіз, тізімнің ең соңында болуыңыз әбден мүмкін. Шымкент қаласында бөбекжай балабақшаларға бала қабылдау және топтарды жасақтау жұмысы қызып тұрған шақ. Биыл бұл жұмыс маусымның 20 мен 30 аралығында өтті. Ережеге сай мектеп жасына жеткен 2020 жылғы балалар балабақшадан шығарылып, олардың орнына 2024 жылы туылған бүлдіршіндерді қабылдау басталды. Қазіргі таңда кезекте 30 мыңға жуық бала тұр. 1 шілдеден бастап соның 5 мыңы жолдама алып үлгерді. Бізде жоспар бойынша биыл 2020 жылғы балаларды 15 мың бала мектепке кетеді деп күтілуде. 15 мың баланың орнына 15 мың баланы қабылданады деп күтіп отырмыз. Ол бойынша кішкене асығыс танытпай, кішкене сабырлықпен күтетін болса, жолдама берілетін болады. Жалпы балабақшаларда автоматтандырылған ваучерлік қаржыландыру жүйесі 2024 жылы енгізілген. Оның артықшылығы ақша баланың соңынан ереді дейді педагогтар. Яғни өз шағын ауданындағы балабақшада орын болмаса, ата-ана басқа бақшаны таңдай алады, немесе 4 балабақшаға күту парағын алуға құқылы. Сондай-ақ биыл мемлекет тарапынан қосымша 3500 ваучер бөлінген. Оның 1500-і сәуірде берілсе, қалған 2000-і қазір үлестіріліп жатыр. Көптеген ата-аналар кезекке 1 ай бұрын, 2 ай бұрын, немесе 10 күн бұрын кезекке қояды да, бізге ваучер берілмей жатыр деп айтады. Негізі жаңа жоғарыда айтып өткендей, бала туылған кезде кезекке қоятын болса, уже баланың өзінің жас ерекшелігіне сәйкес, уже осы уақытқа дейін ваучерді алып үлгеретін еді. Ваучер жаңа жеке кабинетке SMS арқылы келіп жатады, аңғармай қалады, мән бермейді, өткізіп алады. Өткізіп алғаннан кейін осы талаптар, алгоритмнің талаптары бойынша 28 күн тізбелікте ол ваучерді кері қайтаруға, яғни кезекті кері қайтаруға мүмкіндігі бар. Сол мүмкіндіктерді де өткізіп алады. 1 айдан кейін менде ваучер 1 ай бұрын берілген екен, қалып қойыпты деп ата-аналар келіп жатады. Сол бойынша ата-аналарға айтқан болар едім, мұқият жеке кабинеттеріңізге жиі кіріп, осы қазір жазғы жасақтау кезінде мұқият болуға шақырар едім. Ертерек қамданып, жүйе талабын дер кезінде орындағандар бүгінде ваучерін алып, баласы балабақшаға барып жүр. Сондай аналардың бірі Айжан Ермекқызы. Ол туған бойда баласын кезекке қойып, 2 жасқа толғанда ваучерін қолына алды. 6-шы баламды босана салысымен балабақша кезегіне қойған болатынмын. Күні кеше балам 2 жасқа толды. Дәл сол күні маған Edu24 қосымшасына телефонымдағы хабарлама кеп түсті. Ваучер беріліп жатыр, сізге қажет пе деген. Мен бірден өзімнің Индиго кабинетіне кіріп растадым. Маған 2 күн уақыт берді балабақша таңдауға және құжаттарды реттеуге. Үйдің жандағы, жақын маңдағы балабақшада орын жоқ екен. Сондықтан басқа балабақшаны әзірше таңдадық. Балам барып жатыр. Кейін қыркүйек айына таман орын болған кезде өздері ішінара тартып алады екен. Бұрында ұзақ күтетін біз балаларды, мысалға бұл 6-шы балам, оның алдындағы балдардың бәрін ұзақ күтетін біз. Бірақ бұл жолы өте тез келді және автоматты, құжатты жинау өте көп емес. Бірақ күнде емханаға барып, қажетті 3 ба 4 ба несі бар екен, анықтамасы дайындадық та бірден балабақшаға бердік. Маған жұма күні келді, мен дүйсенбі күні баламды уже балабақшаға апардым. 30 мың адам тұрған кезек бір күнде жылжымайтыны анық, бірақ биылдың өзінде 15 мың бүлдіршінге орын дайындап отырған балабақшалар үшін бұл үлкен қозғалыс. Бастысы жүйе ашық, ал алгоритм бәріне ортақ. Ваучерлік қаржыландыру жүйесінде ата-ананың жеке кабинетінде ғана болады. 3-ші тұлғаға жеке кабинеттің пароль, логин дейміз ғой, ол бойынша берілмеуі тиіс. Тек қана ата-ана өзі жеке кабинетіне, ата-ананың телефонына жеке кабинетке кіру барысында SMS код келеді, кодты ата-ана ғана білуі тиіс. Жалу кезінде басымдық берілген санаттар да бар. Бұл процесс оқу-ағарту министрлігінің номер 372 бұйрығына сай реттеледі. Құжатта мемлекет тарапынан ерекше қолдау көрсетілген 21 түрлі санат нақты бекітілген. Мысалы, әскери қызметшілер, педагогтар, медицина қызметкерлері және көп балалы отбасылар жолдаманы бірінші кезекте алады. Осылайша заң аясында бекітілген басымдықтар кезек жүйесін барынша әділ әрі ашық етуге мүмкіндік беріп отыр.